Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, нәзік пончиктер дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ыстықтау сүтке қант, тұз, сұйық май, жұмыртқа, ашытқы және ванилин қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін ситодан өткізілген ұнды салып, қамыр елейміз. Онан кейін бетін жауып, жылы жерге қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін екіге бөліп, қалыңдығы 1 см болатындай етіп жаямыз. Онан кейін домалатып кесіп шығамыз, артығын алып бетін 15-20 минутқа жауып қоямыз. Онан кейін насатканың көмегімен ортасын домалатып кесіп шығамыз. Қызып тұрған майға екі бетін қызарғанша пісіріп аламыз. Пончиктердің майын жақсылап салфеткамен сүртіп алыңыздар, әйтпесе крем пончиктерге жағылмай қалады. Ортасындағы домалақтарын да осылай қызартып пісіріп аламыз. Міне біздің пончиктеріміз дайын, өте дәмді болып шықты. Дайындап пісіріп көріңіздер сіздерде. Енді пончиктеріміз суи берсін, біз оған крем дайындаймыз. Ол үшін қант ұнтағына жұмыртқа ағын және крахмалды қосып араластырамыз. Онан кейін 1-2 минут миксерлейміз. Сосын сүтті қосып, тағы да 1-2 минут миксерлеп жібереміз. Міне креміміз дайын болды. Осылай пончиктердің бетіне қолдансаңыздар да болады, немесе қалаған түстеріңізге бояп, сонан кейін қолдансаңыздар да болады. Осылай батырып аламыз. Көп жақсаңыздар жанына ағып кетеді. Көп жақпауға тырысыңыздар. Және де шоколадты ерітіп, шоколадты да қолдандым. Шоколадпен де өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер онымен де. Енді осы кремдеріміздің қатуына 30 минуттай уақыт кетеді. 30 минуттан кейін қатып, өте дәмді болып шығады. Видеомды соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер сіздерде. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.